Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз театр және мәдениет. Театр мәдени орын болып табылады. Мәдениет үйіне өте ұқсас деп өткен сабақта айтқан болатынмын. Тіпті театрда асқан мәдениеттілік таныту ең үлкен қажеттіліктердің бірі. Өйткені театрда шынайы қойылым қойылады. Ол жерде бірнеше ондаған, тіпті кейбір үлкен сахналық қойылымдарда жүздеген актерлардың қатысуымен қойылымдар өтеді. Және дыбыс қоюшы, жарық қоюшы деген секілді режиссер және тағы да басқа, мысалға костюм дайындаушылар, гримерлар, басқа да көптеген мамандар өздерінің қызметтерін көрсететін болады. Сондықтан бұл болып жатырған шынайы қойылымға ешқандай кедергі келтірмеу барлық адамның, көрермендердің парызы. Театрға бару арқылы сол театр мәдениетін өркениетті елдердегі қойылымдардың мәдениетін түсінуге, білуге болады. Сіздерге тапсырма, осы бірінші мәтіндегі тапсырманы оқып шығыңыздар. Сіздерге Ғабит Мүсірепов атындағы жасөспірімдер театрының сайтынан алынған арнайы мақала берілген. teatrmusrepov.kz дейді. Сол сайттан алынған, ресми сайттан алынған, сондай тілі жеңіл, өте түсінікті, театрға барудағы өзінің ережесімен, өзінің әдебімен таныстырған. Сонымен таныс болыңыздар және осы мәтінді оқып шығып, мұқият оқып шығып, оған тақырып қойыңыздар және мәтін қандай мәтін түріне жататындығын анықтаңыздар. Талқылау мәтіні, әңгімелеу мәтіні немесе сипаттау мәтіні. Бір оқиғаны, бір құбылысты, бір затты суреттеп тұрса, оның қандай екенін сипаттап тұрса, ол сипаттау мәтіні болады. Ал егер де бір оқиғаның басталуы, байланысуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, аяқталуы, осы кезеңдерді сақтай отырып бір оқиғаны әңгімелейтін болса, ол әңгімелеу мәтініне жатады. Ал егер де қандай да бір тұжырым шығарып, қорытынды жасап, пікір айтылатын болса, бұл талқылау мәтіні болады. Сіздерге бұны анықтау қиынға соқпайды деген ойдамын. Олай болса, келесі тапсырмаларға көшейік. Және осы мәтіннің астында бізге сұрақтар берілген. Театр әдебі туралы білемін, білдім деп қандай ақпараттарды айта аласыңдар дейді. Мысалы, біз кинотеатрларға барғанда да және теледидардан да көріп жатамыз. Мысалы, қойылым басталмас бұрын, концерт басталмас бұрын ұялы телефондарыңызды дыбыссыз режимге қойыңыздар деген хабарландыру айтады. Бұны көпшілігіңіз білетін боларсыздар. Соны білемін деген пунктке жазып қойсаңыздар болады, бұрыннан білетін ақпараттарыңызды. Одан кейін осы мәтінді оқу арқылы, мәтінмен танысу арқылы қандай жаңа ақпарат білдіңіздер, соны өздеріңізге түртіп алыңыздар. Одан кейінгі екінші тапсырма, осы оқыған мәтін бойынша, бүгінгі тақырып бойынша театр әдебі тақырыбында жұптарыңызбен диалог құрыңыздар. Диалог құру үшін сіздерге кубизм әдісі бойынша 6 мәселені қойып отыр, бір-біріне ұқсас, өте тығыз байланысты. Мысалы, диалогты былай құруға болады. Диалогты білесіздер, 3 бөлімнен тұрады. Басы сәлемдесу, негізгі бөлім, сұрақ жауап және қорытынды қоштасу деген бөлімден тұрады. Сол бөлімдерді сақтай отырып диалог құруға болады. Сіздерге үлгісін айтып кетейін, өздеріңіз соған ұқсатып, немесе өз фантазияларыңызбен, идеяларыңызбен құрып шығыңыздар. Мысалы, сәлем досым, сәлем, қалайсың? Сен осы кеше театрға барам деп едің ғой, не істедің, бардың ба? Я, бардым. Онда сен театр әдебі туралы білесің бе? Жалпы естігенім бар. Сен, мысалы, театрдан тыныштықты сақтау керек. Ал сен кеше өз көзіңмен көрдің ғой. Айтшы, осы көрермендердің көпшілігі театр әдебін сақтай ма екен? Я, көпшілігі, басым бөлігі сақтайды, бірақ барлығы, көрермендердің барлығы бірдей емес қой. Бірлі жарым әдепке бағынбайтын да көрермендер болды. Менің ойымша, олар театр әдебін білмейді, сондықтан олар бірінші келіп тұрған көрермендерге ұқсайды. Бірақ ол қойылымның соңында басқа адамдарға жан-жағына қарап, театрда мәдениетті болу керек екенін түсінді. Шынымен де
досым, шынымен де рас айтасың. Шынымен театр мәдениеттің бастауы, адамды мәдениеттілікке, тәрбиелілікке, сыпайылыққа үйретеді деген ойдамын. Рахмет досым сұрақтарың үшін. Рахмет, сау бол деген секілді диалог құрастырсаңыздар болады. Және үшінші тапсырмада осы диалогтарыңыздың ішіндегі жай сөйлемдерді талдап көріңіздер. Өздерің құрастырған сөйлемнің ішінен, мысалы бастауышы бар болса, жақты сөйлем, мысалы мына мәтіннің ішінде мынадай сөйлем бар, бақылаушылар көрсеткен орынға отыруыңызға тура келеді дейтін. Мысалы осы жерде тура келеді деген баяндауыш арқылы бұның жақсы сөйлем екенін білуге болады. Жалаң сөйлем, жайылма сөйлем. Мысалы, иә бардым десе, ол жалаң сөйлем, иә. Мен бардым деген. Ал сен театрға бардың ба дегенде, қайда пысықтауыш қатысқан, онда бұл жерде жайылма сөйлем болады. Толымды, толымсыз сөйлемді өткен сабақтарда өткенбіз. Осы сөйлемдердің ішінде қай түрі кездеседі, соны дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Бұл сіздердің өткен сабақтарымызды пысықтауларыңызға, қайтадан естеріңізге түсіруіне көмектеседі. Одан кейінгі 4-ші тапсырма рөлдік ойын арқылы мәселенің шешімін табыңыздар дейді. Бұл жерде рөлдік ойын деп отырғаны ситуациялық сұрақ, ситуациялық тапсырма, яғни оны қазақша жағдаяттық тапсырма деп те атайды. 3 түрлі ситуацияны жағдаятты берген, осы ситуациядан қалай шығар едіңіз дейді. Мысалы, бірінші сіз театрға бардыңыз. Көрермендер отырып қойған. Сенің орның ортада. Өз орныңа өтуің керек. Сонда сенің әрекетің қандай? Не істейсің? Қалай өтесің? Соны жазып кетіңіздер. Мына мәтін бойынша не істеу керек дейді. Көрермендер отырып қойған болса, қалай өтуге болады? Әлде басқа орынға отыра ма? Соның жауабын айтыңыздар. Келесі екінші ситуация, екінші жағдаят. Театрда жақын досыңды кездестіріп қалдың. Оның орны артқы жақта екен. Бірге отырғыларың келеді. Қандай әрекет және сұхбат болады дейді. Мысалы, билеттер әртүрлі орында болады. Сонда билеттерді не істеуге болады? Басқа адамдармен қалай сөйлесуге болады? Сол жағын жазыңыздар. Және үшінші ситуацияда қаладағы театрлардың біріне бардың делік. Жүрек тебірентер сәтті тамашалап отырсын, көзіңе жас келді. Дәл осы кезде жастардың бірі әбестік танытып, сықылықтап күле бастады. Ішкі дүниең бұл әрекетті жақтырмаған анық. Осы кезде басыңнан өткеретін сезіміңді жеткіз дейді. Сен көңілің босап, жаның ашып, немесе кейіпкер үшін қиналып отқан кезде, біреу күлген кезде қандай әсерде боласыздар? Әрине, адамда қандай әсер пайда болады? Осыны жаза кетіңіздер. Содан кейін 5-ші тапсырмада сіздерге талқылауға болады. Бұл енді қашықтықтан білім беру болғандықтан кейін ой талқы өткізу мүмкін емес. Мессенджерлерде өткізуге болады. Бірақ өз қандай да бір позицияны таңдап, жас көрермендердің театрда өзін-өзі ұстау мәдениеті жоғары деп, немесе олардың мәдениеті әлі де болса қалыптаспаған деп, екі позицияның біреуін таңдап дәлелдеуге тырысыңыздар. Және бұл тақырыптағы үй тапсырмасы өте оңай. Біріншісі, бейтаныс жанға 5 кеңес дейді. Театр туралы қандай 5 кеңес берер едіңіздер, соны жазсаңыздар болады. Және екінші тапсырмада инсерт кестесі, ББ кестесі деп те оқытады. Мысалы, бұрыннан білемін, жаңа ақпарат білдім осы сабақта, сосын тағы да білгім келеді, және мен оған келіспеймін деген пікірлердің біреуін таңдап жазыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.